Барлықтарыңызға ассалаумағалейкум құрметті достар. Бүгін біз автосондағы жаңа тесттерді талдайтын боламыз. Бұл біздің 74-ші видеомыз. Тәсілда бойынша осыналында 73 видеоны YouTube арнаға салып қойдық. Егер де көрмегендеріңіз болса, міндетті түрде қарап шығыңыздар. Көптен бері YouTubeға видеолар шықпай кетті. Бірақ біз қайта оралдық. Құрметті достар, өздеріңіз білетіндей, бұл тесттер PDD Test KZ сайтынан алынған. Егер де осы сайтқа доступ алғыларыңыз келсе, мен комментарийға WhatsApp номерді бекітіп қойдым. Соған міндетті түрде жазыңыздар. Менен алсаңыздар, сіздерге жеңілдік болады және керемет консультация. 24/7, жоқ 24/8 сіздерге жауап беретін болам барлық сұрақтарыңызға. Және сыйлыққа Телеграмдағы сұрақтарды және автодром тренажері берілетін болады. Барлықтарымыз комментариядағы WhatsApp нөмірге жазайық. Егерде доступ алғыларыңыз келсе, сіздерге 100% гарантия беремін тесттен өтетіндеріңізге. Көп сөйлеп қойсам ренжімеңіздер. Ендеше тестімізді бастайық. Көптен бері видео салмадық, сәл қобалжу бар. Айбетпеңіздер, артық сөйлеп қоюым да мүмкін. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне елді мекенде осындай аялдау жасауға рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады, рұқсат етіледі, егер бұл маршрутты көлік құралдарын қозғалысына кедергі келтірмесе рұқсат етіледі. Менің ойымша тыйым салынады, 15 метр болу керек, 10 емес. Мына жол белгісі кімге тоқтап тұруға рұқсат береді? Барлық көлік құралдарына тұруға тыйым салынады. Маршрутты көлік құралдарына, мүгедек тану белгісімен көлік құралдарына және таксиметр қосылған таксиге. Бұл жерде менің ойымша С варианты дұрыс сияқты. Мүгедек тану белгісімен көлік құралдарына және таксиметр қосылған таксиге. Екі сұрағымыз уже дұрыс бізде. Берілген белгі. Бұл бізде жаяу жүргіншілер өткеліне жақындағаны туралы ескертеді. В варианты бізде дұрыс. 4. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте алады ма? Әрине өте алады. Көк түсті жарқылдау маяғы сигналын қосылған болса. Келесі 5. Басты жолға шығатын көлік құралы соңынан жүрген кезде сізге бұл жерде бізде С варианты дұрыс. Алдыңғы жақта жүріп келе жатқан автомобилдің аялдауына дайын болу ұсынылады. Дайын болу, жүргізушілердің қайсысы осы жағдайда ереже бұзды? Қарап отырғандарыңыздай, бұл жерде бізде жеңіл автокөлік ережені сақтап тұр, реверсивті жолда. Ал жүк көлігі ережені бұзды. Сондықтан жүк автокөлік. Мінекей. 7. Бұл жағдайда жеңіл автокөлік жүргізушісіне басым озуға рұқсат етіледі ме? Басты жолда келе жатыр, значит, басқа көліктер бұл көліктерге жол береді. Мына көлікке басым озуға болады ма? Әрине рұқсат етіледі. Өте жауабымыз дұрыс. 8. Осы жол белгісі жүргізушіні не туралы ескертеді? Бұл бізде қиыршық тас төселген жолдың учаскесі туралы ескертеді, тастардың құлауы мүмкін жолдың учаскесі туралы ескертеді, жөнделетін жолдың учаскесі туралы ескертеді. Бұл жерде бізде В варианты құлауы мүмкін жолдың учаскесі туралы ескертеді. 9. Мопед жүргізушілеріне солға немесе кері бұрылуға тыйым салынады. Тек трамвай бар, қозғалыс бар жолда жүргенде, тек сол уақытта бірнеше қозғалыс жолағы бар жолда жүр. Мен ойымша тізімде көрсеткен екі жағдайда да. 10. Тікелей емес жүрек массажы жасалады. Тікелей емес, бұл бізде 70 тәрсі өсіндіден, өзіме қарап алайын. 70 тәрсі өсіндіден 2 саусақ жоғары болады. С варианты бізде дұрыс. 11. Егер көлік құралдарының қозғалыс траекториялары қиылса, ал жол жүру кезегі ережелерде көрсетілмесе, онда оң жақтан келе жатқан көлік құралына жол береміз. Жауап дұрыс. Келесі сұрақ 12. Бұл жағдайда қиылыста қандай бағыттарда жүруге рұқсат етіледі? Кері бұрылуға болмайды. Оңға болады, солға болады. Оңға, солға, тек қана. Жауап дұрыс. Келесі сұраққа өтеміз. 13. Таңу мақсатын дізгенде жіберілген қатені табыңыз дейді. Таңғыш ауырсынуды азайтады. Ауырсынуды азайтпайды. Ол тек түрлі бактериядан, мынау лас заттардан қорғайды, таңғыш.
елді мекеннен тыс орнатылған қай белгілердің әрекет ету аймағы ең жақын қиылысқа дейін әрекет етеді. Ол бізде үшінші белгі. Ең төменгі дистанцияны шектеу белгісі. Мына жағдайда қара автомобиль жүргізушісі тоқтайды. Қай жерге тоқтайды? Мына жаяу жүргіншілер жүретін жолды жауып тастамауы керек. Оған дейін немесе одан кейін тоқтауы керек. Сондықтан бізде тура жаяу өтпе жолдың алдында тоқтайды. Тура дәл алдына тоқтайды. Келесі 16. Автомобиль қозғалған кезде жолаушыларды немесе бекітілген жүктің алға жылжуы не себептен болады? Алға жылжуы, мысалға автомобиль күрт баяулатып қалса, тормоз басқыза ұшып кетеміз ғой. Ал тез газ басып жіберсе, сразу біз артқа қарай жылжып кетеміз. Сондықтан күрт баяулатудан. Тормоз беріп қалса, алда ұшып кетеміз ғой. Егер реттеушінің нұсқаулары бағдаршам сигналдары мен басымдық белгілерінің талаптарына сәйкес келмесе, көлік құралдарының жүргізушілері нені басшылыққа алуы тиіс? Бұл жерде бізде реттеушінің талаптарын, С варианты өте оңай сұрақ, егерде білсеңіздер. 18. Жүргізушінің көлік құралын алкогольдік, есірткілік немесе уытқұмарлық масан күйде басқару әкеп соқтырады. Бізде көлік жүргізу құқығынан 7 жылға айыру және 15 тәулікке қамауға алу. Сондықтан спирттік ішімдіктерді ішпейік, құрметті достар. Қымызды да ішпейік деп қойсаң. Осы белгінің қолдану аймағында қозғалған кезде жүргізуші жолды және одан тыс жерлерді бақылауға тиіс. Қозғалған жылдамдығынан төмендету және аса абай болу қозғалған жылдамдығын көбейтеді және оны тез өтуге тырысады. Тез өтпейді ешқандай. Бұл жерде бізде А варианты дұрыс. 2 мен 3 келеді. С мен Д яғни. Бізде жауап дұрыс. Автомагистралдарға қойылатын талаптары мына жолдарға таралады ма? Жылдамдық талаптарын қоспағанда иә. При движении по дороге, обозначенной знаком «Дорога для автомобилей», выполняются все правила движения по автомагистрали, кроме скоростных режимов. Келесі сұраққа өтеміз. 21. Бұл жолда елді мекендерде жүру тәртібін белгілейтін ережелердің талаптары қолданылады ма? Терең көл. Елді мекеннің басталу жол белгісі, осы жолда елді мекендерде қозғалыс тәртібін белгілейтін ереже талаптары қолданылмайды екен. Бізде қате жауап. Келесі сұраққа өтеміз. Келесі ескереміз. 22. Темір жол өтпесінен берілген жағдайда сізге өтуге рұқсат етіледі ме дейді. Бұл жағдайда тыйым салынады. Өйткені бағдаршам қызыл жанып тұр. Пойыз келе жатқанын ескертіп тұр. Яғни өтетіні. Мына бағдаршам неге арналған? Жүріс бөлігінің барлық учаскелерін жаяу жүргіншілердің қозғалысын реттеу. Жүру бөлігі. В варианты келіңкіреп тұр бұл жерде. Сондықтан мен В вариантын белгіледім. Келесі сұраққа өтеміз. 24. Автокөліктердің тротуарлармен немесе жаяу жүргіншілер жолдарымен жүруге рұқсат етіледі ме? Автокөлік тротуарлармен. Тротуарлар немесе жаяу жүргіншілер жолдарынан жанында орналасқан сауда және басқа да кәсіпорындарға тауарлар жеткізу кезінде С варианты бізде дұрыс. Осы сұрақты естеріңізде сақтап алыңыздар. Осы жағдайда жедел қызмет көлігі жол қиылысын бірінші болып өте алады ма? Мә, 2 рет келді мына сұрақ бізде. Көк түсті жарқылдақ маяк сигналы қосылған болса, 26. Жүргізушілердің қайсы қиылыстан өту ережелерін бұзды? Тең мағыналы жолдардың қиылысуы, яғни 4 жақтан көлік шығады. Кім ережені бұзды? Бірінші ақ автокөлік жүруі тиіс ете, көк автокөлік ережені бұзып тұр. Келесі 27. Көлік лекінде жүру кезінде сізге қандай көлік құралдарының жүргізушілеріне сақтану қажет? Қандай көліктерден? Бұл жерде бізде барлық аталған көлік құралдарынан. Мынаны оқып алыңыздар өздеріңіз. Пауза қойып, мен сәл тоқтай тұрайын. Болды, пауза қойып алған шығарсыздар. Мен келесі сұраққа өтемін. 28. Жүргізуші рұқсат етілген ең жоғары массасы 3,5 тоннадан аз жүк көлігін басқарып отырып, қиылыстан қай бағыттарға өте алады? Бұл жерде аз болса 3,5 тоннадан оңға солға тіке бағытта жүре алады. Барлық бағыттарда, яғни С варианты. Құрметті достар, мен мына видеоны таң атпай түсіріп отырмын.
Сондықтан еңбекті бағалап, лайк басып, комментарий жазып, осы видеоны таратайық, реакциямызбен бөлісейік. Елді мекенде аялдамадан жүрісін бастап жатқан автобусқа жол бересіз бе? Елді мекенде деп тұр, сондықтан иә. Келесі сұраққа өтеміз. Велосипедтің жүргізушісіне осы жағдайда оңға бұрылуға рұқсат етіледі ме? Әрине, тыйым салынады. Біріншіден, велосипед жүргізушісі ережені сақтаған жоқ. Ол оң жақ шеті бойынша қозғалуы тиіс еді бұл жерде. Ережені сақтаған жоқ. Жеңіл автокөлік жүргізушісіне қандай бағыттарда қозғалысты жалғастыруға рұқсат етіледі? Бұл жағдайда бізде тура бағытта. Қай жауап дұрыс әрекеттер ретін көрсетеді? Зақымдалған жүк көлігінің дөңгелегінің бөлшектенуі жолда аялдаған кезінде дейді. Нағылды жіберді сұрақ. Қайта оқып жіберейін, мен қателескен сияқтымын. Қай жауап дұрыс әрекеттер ретін көрсетеді? Зақымдалған жүк көлігінің дөңгелегінің бөлшектеуі жолда аялдаған зақымдалған көлігінің дөңгелегінің бөлшектеуі. Так, мынау не болып кетті, құрметті достар? Бұл вариантын баса салдым. Мына сұрақты түсінбедім. Ренжімеңіздер. Жүргізуші апаттық дабылды қосып, флуоресцентті кері шағылыстарын кеудеше киіп, доңғалақ бекініш орнатады, домкрат орнатады, гайкалады аздап болса да, дөңгелек толығына гайкалады бұрып, дөңгелекті бөлшектейді. Доңғалақ жөндеу ма? Түсінбедім. Дөңгелек бөлшектері жолда аялдағы. Түсіндім. Зақымдалған дөңгелек не істейсіздер деп тұрған сонда? Домкратпен көтересіздер, анау-мынау дөңгелек жөндеуді білетін шығарсыздар енді. Мен қателестім, ренжімеңіздер, асығыстық болды. Үлкен сұрақтарда оқығым келмеді. Бұл жағдайда жүргізуші кері бұрыла алады ма? Ала ма? Егер жүріс бөлігінің ені маневр жасау үшін жеткіліксіз болса, мына сұрақты қиындатып жіберген. Оңай еді мына сұрақ бізде. 3-2. Үш пен төрт келетін сияқты. F жауабы бізде дұрыс. Рұқсат етіледі, егер жүріс бөлігінің ені маневр жасау үшін жеткіліксіз болса, ілеспе және қарсы бағытта көлік құралдарын жол бере отырып рұқсат етеді. Все, жауап дұрыс. Келесі 34. Алтақ сұрақ қалды бізде. Тестің бітуіне. Жараланған жерде жаралағыш дене болған кезде қандай әрекеттер жасауға болады? Так, С варианты бізде дұрыс. Оқымай-ақ қойын. Түсінген шығарсыздар. 35. Алғашқы дәрігерге дейінгі көмекті кім көрсете алады? Бұл бізде зардап шегушінің қасынан табылған кез келген білетін адам көрсете алады. Техникалық жағдай бойынша жылдамдығы 40 км/сағаттан аспайтын көлік құралын автомагистралда жүруге рұқсат етіледі ме? Тыйым салынады автомагистралда бізде. Келесі 37. Сұйық күйдегі химиялық заттан күйік алғанда көрсетілетін алғашқы көмек қандай? Бөлме температурасындағы сумен шаю, зарарсыздандырылған таңғыш салу, өте оңай сұрақтар. Егер бұрылса артқы жетек автомобилінің артқы осінің ауытқуы болған кезде сіз қалай әрекет етуіңіз қажет? Так. Варианты бізде дұрыс. Отын беруді шамалы азайту және меңгеріп дөңгелегін ауытқу жағына бұру. Все, жаттап алған шығарсыздар. Келесі сұраққа өтеміз. 39. Қандай көлік құралдары С санатына жатады? Ол бізде С санаты 3,5 тоннадан астам, Так. Д көрсетілетін максималды салмағы 3,5 тоннадан астам және астам емес дейді. Д варианты бізде дұрыс емес. С рұқсат етілген максималды салмағы 7,5 тоннадан астам және 8 қондырмалы орнының астам жүк көліктері. Максимал салмағы 3,5 тоннадан астам, бірақ 7,5 тоннадан астам емес. Бірақ 8 қондырмалы орнының. Так. Так. Бізде жауап қате. Ол жерде дұрыс жауап. Бізде 7,5 тоннадан астам емес және 8 қондырмалы орнынан астам жүк көліктері екен. Келесі сұраққа өтеміз.
Соңғы сұрақ, үш жолаға бар екі жақты жүру жолдарында жеңіл автокөлікке қозғалысыңа шеткі сол жақ жолағына шығумен көлік арбаны басып өтуді орындауға рұқсат етіледі ме? Әрине болады. Негізі мына жолға шығуға болмайды. Так, стоп. Үш жақты жолақ. Тыйым салынады. Құрметті достар, арбаның анаққа өткенін күтеміз. Сосын өзіміздің жолағымызға шығамыз, мына видеодағыдай. Все, бізде тест талдау аяқталды. Құрметті достар, 37-те 40 жинадық. Өте жақсы нәтиже. Сіздерге де осындай нәтижені тілеймін. Егер де осылай тестте өткілеріңіз келсе, автосон тесттерінен, мен сіздерге ПДД тест кезет сайтын сатып алуға совет бермеймін. Әрине, ұсыныс жасаймын. Осы сайтпен дайындалыңыздар, ештеңені қиындатпаңыздар. Оп-оңай миларыңызға нагрузка салмай, қазір енді қиындап кетті ғой. Барын қиындатып жіберген, автосонда очередь тұру, мынау көп зат қиындатып жіберген. Бірақ мен осы сайтпен дайындалсаңыздар, миларыңызға ешқандай нагрузка салмайсыздар, өте оңай жатталады. Егер алам деушілер болса, комментарияда WhatsApp номері бар. Міндетті түрде жазыңыздар. Ендеше сау болыңыздар. Келесі